Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен видеоларым арқылы, жалпы пайдалы ақпараттар мен бөліскеніме өте қуаныштымын. Білесіздер, ылғида адамдардың қажетіне жарасын деген, пайдасына тисін деген, пайдасы тисін деген өте пайдалы құнды ақпараттармен бөлісуге тырысып отырамын. Соның бірі сіздер үшін тағы да бір өте мықты, өте құнды, өте пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Кімнің еңсесі түсіп, салысы суға кетіп, ісі өрге баспай, әрқашан жаман ойлардың, сансыз сұрақтардың шырмауында жүрген болса, жәнегі негативті ойдан арыла алмай жүрген болсаңыз, ісіңіздің кез келген бір нәрсе істейтін кезде ойыңызға ылғи да жаман ойлар түсе беретін болса, жаман ойлар келе беретін болса, 2 пачка, 2 пакет арал тұзын алыңыз да, тұзды ерігенше ерітіп, соған толығымен шомылыңыз. Тұздың адам бойындағы өте жаман, жағымсыз энергетиканы тартатын қасиеті бар. Тіл көзді, сұқты, жәнегі бойыңызда жағымсыз, нашар энергетиканың барлығын тартады. Сондықтан 2 пачка тұзды, арал тұзын ваннада ерітіп, соған толығымен шомылыңыз да, сүлгімен сүртініп ұйықтаңыз. Таңғысын тұрғанда өте жақсы ойлар, позитивный настроение, көңіл күйіңіз көтеріліп, сіздің ойыңызға, санаңызға өте жақсы дүниелер келе бастайды. Ісіңіз оңға басып, ілгері басып, алға жылжи бастайды. Жасап көріңіз, комментариямен маған бөлісіңіз, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қандай нәтиже болды, қандай өзгерістер болды, қалай өзіңізді сезіндіңіз, жазып кетуді ұмытпаңыз. Лайк басыңыз, маған тіркеліп кетіңіз. Әрқашан істеріңіз оңынан болсын.